vocabulary. Мына жерде сіздерде көрсетілген vocabulary сөзі ол сөздік қор деген мағынаны білдіреді. Сөздік қор әрбір грамматиканы өткен сайын соның жанына міндетті түрде белгілі бір тақырыпқа сізге сөздік қор беріліп отырады. Соған қосымша сіз грамматикаға қосымша сол сөздерді жаттап, сол сөздерді грамматикаға қойып қолдана аласыз. Енді бүгінгі сіздің өтейіндіп отырған алғашқы сөздік қорыңыз ол numbers, сандар, days, апта күндері және де months, ай деген мағынаны білдіреді. Енді сізде алдыңызда бірден қиынына көшпейміз, оңай сандардан бастап аламыз. Алғашқы осыларды жаттап алайық. Алғашқы жерде сіздерде мына жерде сандар көрсетілген, соның мына қалай жазбаша жазылатыны көрсетілген. Мен сандарды бір қайталап отырамын, сіз менің артымнан қайталап отырсаңыз болады. 1, 2, 3, 4, әріпі оқылмайды. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. әріпін тіліңізді артқа қарай тартасызда 13 деп дыбысталады. Дәл сол сияқты 14-те 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл сандарды айтып та үйренесіз, және де жазбаша жазып та үйренесіз. Өйткені кейбір сандардың көбінесе оқушылар жазуға қиналады. Мысалға, мына жерде сіз 8 деген кезде A әріпі мен T әріпі ғана естіледі. 8, бірақ ортасында мына GH әріптері көбінесе оқушылар салмай кетеді. Сондықтан да 8, 18 қалай толығымен жазылуын үйренесіз. Келесі days of the week. Мына жерде week деген сөзіміз ол апта деген мағынаны білдіреді. Ал days of the week сол аптаның күндері. Мына жерде сіздерде 7 күн рет-ретімен берілген. Monday. Мына жерде O әріпі жазылғанмен де сіз оны A деп оқисыз да. Monday, дүйсенбі. Tuesday, екінші күн. Wednesday. Мына жерде D әріпін айтпайсыз. Wednesday. Сәрсенбі, үшінші күн. Thursday. Мына жерде тағы да R әріпін тастап кетеміз. Friday. Жұма. Saturday. Мына жерде U әріпін айтпайсыз. U-ды тастап кетесіз. Saturday. Және де соңғысы Sunday. Monday, дүйсенбі. Tuesday, сейсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Thursday, бейсенбі. Friday, жұма. Saturday, сенбі. Және де Sunday, жексенбі. Мына жерде сіздерге дәл осы аптаның 7 күнін мен сіздерге түрлі түсті етіп жазып қойғанмын. Неге түрлі түсті? Өйткені адам бір түсті болып тұрса есте сақтау қиын болады. Егер де сізге әр түрлі түсті болса, адамда зрительный память деген болады. Зрительный память ол көріп адам көзбен де есте сақтай алады. Сіз оны қайта-қайта жазып, қиналудың да қажет жоқ болады. Сол үшін мынау түрлі түсті етіп жазылған сөздер сізге бірден жаттап алуға көмектеседі. Сонымен қатар, мына жерде жақшаның ішіндегі жазылған сөздер ол транскрипт деп аталады. Транскрипт деген не ол? Транскрипт дегеніміз
мына жерде жазылған сөзді қалай оқу керек. Мысалға, мен сіздерге жаңа үйреттім. Monday деп оқимыз деп, иә? Дәл соны мына транскриптің ішінде Monday деп жазылған. Сол сияқты қарасаңыз, мына жерде Tuesday, Wednesday, мына уже D әріпін тастап жазылған түрі. Иә? Дәл өстіп жаттығып алсаңыз да болады. Енді келесі бетке көшсек, мына жерде month. Month жаңағы біздің 12 айымыз. Иә? 12 айды мына рет-ретпен жазылған өзі. Сонымен қатар тағы да транскрипт бар мына жерде. Қалай оқу керектігі, иә? January, менің артымнан бір қайталап отырсаңыз болады. January, қаңтар, январь. February, мына жердегі February деп оқымаймыз. Мына жердегі у етіп оқылатын дыбысты тастап кетеміз да. Бірден February, не? Ақпан. Келесі March, наурыз. March, наурыз. April, сәуір. May, мамыр. June, өзі июнь дегенге ұқсап тұр, иә? Июнь айы, June. Келесі July, июль деген сөзге ұқсап тұр, иә? Былайынша да July. Келесі August. Мына жердегі бізде ау деп жазылғанмен де оның оқылуы о болып оқылады да. Сонда сіз мына жердегі екі әріпті бірден August деп айтасыз. Келесі September, соңындағы R дыбысталмайды. September, October, November, December. 12 ай. Бұл 12 айды да әртүрлі түспен жазып қойғанмын әдейі, сіздің көзбен көріп есте сақтап алуыңыз үшін. Келесі мына жерде осы айлардың қысқартылып жазылған түрі бар. Көбісінің алғашқы әріптері жазылған. Мысалға, мына жердегі майдан басқа, иә, өйткені ол 3 әріптен тұрады. Қалғандары міне қысқартылып жазылған. Енді сіз мына жердегі 12 айды былай көзбен көріп бір жаттап алып, мына бетті ашып қойып, жаттықсаңыз болады. Мына жердегі осы бетті қатырып қоясыз да, тоқтатып қоясыз да. Жан дегенді January, February деп көріп бір жаттығып алсаңыз болады.